Аширова Гүлжанат Тұрсынбековна Қызылорда облысында дүниеге келген, білімі жоғары. 1992 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда педагогикалық институтының жаратылыстану факультетін бітірген. Осы жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданы 3-ші интернационал колхозына қоныс аударып, еңбек жолын Малик Ғабдуллин атындағы нөмірі 52-ші жалпы орта мектебінің химия биология пәні мұғалімі болып бастаған. Педагогикалық өтілі 29 жыл. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші шәкірттері Ерлан Қашқынбаев Астана медицина академиясының радиобиология институтының ғылыми қызметкері, ғылым докторы. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетінің түлектері Танабаева Баян 8-11 сынып химия есептері мен жаттығулары атты еңбектің авторы болса, Есіркекова Ақеркенің химиялық эксперимент әдістемелік құралы жарыққа шыққан. Сондай химия биология пәнінен мектепте табысты ұстаздық етіп жүргендері қаншама. 2017-2018 оқу жылында химия пәнінен аудан намысын қорғаған оқушылары Қосжан Зәуре, Иман Балкерім облыста мадақтамамен марапатталды. 2020 жылы Сапарахат химия пәнінен облыстық кезеңде жүлделі 3-ші орынды иеленді. 2021 жылы Жасқанат олимпиадасында 7-ші сынып оқушысы Ерпатша Қарақат ауданда 1-ші орынды иеленіп, облыстық кезеңде алғыс хатпен марапатталды. Оқушылардың таным белсенділігін арттыратын, өзіндік ізденуіне ықпал ететін сайыстар, конкурстарға да жүйелі қатысады. Республикалық педагогикалық ғылыми танымдық журналдар, химик анықтамалығы және биолог анықтамалығы журналдарында алхимик жас биолог сайыстарына 2014 жылдан бері қатысып, әр жыл сайын түрлі деңгейдегі марапаттарды иемденіп жүр. 2019 жылы биолог анықтамалығы журналының, ал 2020 жылы химик анықтамалығы журналының ақылдастар алқасының мүшелігіне енді. Биологиядан олимпиада тапсырмалары әдістемелік құралы облыс көлемінде таратылды. Аудандық химия биология пәні мұғалімдерінің шығармашылық топ құрамында әріптестерге қиындық туындатқан мәселелер бойынша семинарлар, коучинг, тренингтер, шебер сыныптар өткізіп келеді. Өз мектебінде мектептің даму жоспарына өзгерістер енгізуге ықпал етті. Мектепте парасат желілік қауымдастығы құрылып, жоспарға сәйкес коучингтер, тренингтер мен семинарлар ұйымдастырылды. Мектеп әкімшілігімен айына 1 рет кофе-брейк ұйымдастырып, ОМЖ, КМЖ жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізді. Сонымен бірге lesson study зерттеу сабағы бойынша әріптестермен коучинг семинарлар өтті. Мектепте осы жылы 4 семинар өткізілді. Аудандық деңгейде 3, облыстық деңгейде 1. 2018-2019 оқу жылында биология пәні оқулықтарының республикалық сараптама комиссиясы құрамында эксперт ретінде қызмет атқарды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің алғыс хатын иемденді. 2019 жылы республикалық білім және ғылым тақырыбындағы тамыз конференциясына Түркістан облысы делегациясы құрамында қатысты. Сондай-ақ облыстық тамыз конференциясы аясында химия биология пәндері секциясында химия сабақтарын ағылшын тілінде өтуде қолданылатын тиімді әдістер тақырыбында баяндама жасап, инновациялық идеялар мен тәжірибемен бөліскен үшін Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасы тарапынан марапатталды. Аудандық химия пәні мұғалімдерінің олимпиадасының 1-ші дәрежелі дипломының иегері. 2019 жыл Түркістан облысы білім басқармасының құрмет грамотасын, сондай-ақ Түркістан облыстық білім басқармасы облыстық әдістемелік орталықтың алғыс хатын иеленді. Ал 2020 жылы үздік педагог байқауының облыстық кезеңінде жеңімпаз атанып, куәлік және 850 мың теңге сертификатты қанжығасына байлады. 2017 жылы жоғары санатты химия биология пәні мұғалімі деген санатын растады. Аттестациялаудан квалификациялық тест тапсырып, педагог шебер санатын алды. Пән бойынша максималды балл жинауға қол жеткізді. Жалпы 110 балдан 106 балл жинаған.